Түркістан облысы Арыс қаласы жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы. Қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазыұлы. Бүгінгі қашықтықтан оқыту сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кедергілерден өтудің әдістері бойынша жаттығулар. Сабағымыздың мақсаты кедергілерден өтудің әдістері бойынша жаттығуларды үйрену. Сабағымыздың барысы тактикалық дайындық дегеніміз не? Туристік жорыққа практикалық тактикалық дайындық. Белсенді туризмдегі кедергілерден өтудің әдістері бойынша жаттығулар. Тактикалық дайындық дегеніміз не? Топтық сапардың жалпы және жеке міндеттерін тиімді шешуге және оның барлық қатысушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін мақсатты әрекеттерді орындау қабілетін айтамыз. Топтық және жеке туристік тактиканы ажырата білу керек. Бұл ретте топтық сипаттағы міндеттер жорыққа дайындық кезеңінде маршруттың ауданын таңдау және егжей-тегжей зерделеу, маршрутты жоспарлау және жорықтың күнтізбелік жоспарын жасау, топты мұқият ойластырылған материалдық техникалық қамтамасыз ету, қауіпсіздік шараларын жоспарлау. Сондай-ақ тікелей маршрутта да жорық жоспары мен қозғалыс кестесін өзгерту, мәжбүрлі аялдау мен күндізгі уақытты ұйымдастыру, маршруттың жекелеген күрделі немесе объективті қауіпті учаскелерін алдын ала барлау және өңдеу, азық-түлік, отын және жабдық қатысушылар арасында міндеттерді қайта бөлу. Сондықтан кейбір тактикалық нұсқалар оқыту әдістерінің тиімділігін қанағаттандыруы керек. Мысалы, жорыққа қатысушылардың техникалық, тактикалық әрекеттерін пысықтау мақсатында маршруттың белгілі бір күрделі бөлігін қайта өту әдісін пайдалану. Әдетте қайталау әдісі қолданылатын маршруттың бір бөлігі кедергілерді жеңумен байланысты болуы керек. Бұл әдіс егер топ жетекшісі оқытушы осы сегменттің абсолютті қауіпсіздігіне және топтың іс-әрекетін толық визуалды бақылау мүмкіндігіне сенімді болса ғана қолданылады. Жас туристерді оқыту үшін тактикалық нұсқа жақын жерде көпір болғанына қарамастан, импровизацияланған құралдарды қолдана отырып, ең қиын жағдайларда өткелді арнайы таңдау болуы мүмкін. Белсенді туризмдегі кедергілерден өтудің әдістері бойынша жаттығулар. Туристік жорықтарда қозғалыстың сақтандыру мен өзін-өзі сақтандырудың, зардап шегушіні тасымалдаудың техникалық тәсілдерін игеруге арнайы жаттығуларды дайындық кезеңінде де тікелей жорық маршрутында да әсіресе оқу жаттығу арқылы қол жеткізуге болады. Мұндай жаттығулардың қатарына мыналар кіреді. Жорықтарда қауіпсіз ұтымды қозғалудың техникасын игере отырып, тік соқпақтар бойынша қозғалу. Мысалы, аяқты дұрыс қою, альпенштокты дұрыс пайдалану, төмен кедергілерді, тастарды, құлаған ағаштарды еңсеру тәсілдерін пысықтау, өтуге қиын орманды еңсеру. Мысалы, қалың орман, тығыз орман, жартастар мен шұңқырлар, дауылдарды еңсеру. Шөпті, қар басқан және шөгінділі баурайлар бойынша қозғалу, мысалы траверспен көтерілу және түсу. Зардап шегушіні тасымалдау. Зардап шегушіні тасымалдау бойынша жаттығуларды екі сырықпен немесе екі күртешеден жасалған суырып салмалы зембілдерде орындау. Әр түрлі түйіндерді байлай алу қажет, мысалы өткізгіш, сегіздік, қазықбау, тіке және тағы басқа түйіндер.
Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, әрбір топ мүшесі тактикалық дайындық кезеңі, серуендеу, туристік жорық, жарыстар, экскурсия, экспедиция кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтауға және топ жетекшісінің нұсқауларын орындауға міндетті.